Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай ащы кимчидің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны аяғына шейін көріп, өзіңіздің рецептіңізбен комментарийда бөліссеңіздер болады. Пекинский капустадан кимчи 2-3 күнде дайын болады. Менде өте үлкен 2 данасы бар. Өте үлкен болғандықтан мен оны 4-ке бөлдім. Егер кішілеу болса 2-ге бөлсеңіздер жеткілікті. Капустаның сыртындағы жапырақтарын алып тастайсыздар. Түбін қатты кесіп тастамаңыздар. Капустаны сәл кесіңкіреп қалған жерін қолмен ажыратып жіберсеңіздер, бас жағы майдаланбай кесілетін болады. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін кәдімгі ағын суға капустамызды жуып аламыз. Үлкендеу ыдысқа су толтырып, салып жусаңыз да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарап. Осылай жуып, сорғытып алған капусталарымызды аламыз да, кәдімгі ас тұзын алып, әр жапырағын ашып, осылай қолмен тұз жағып шығасыздар. Етті тұздағандай емес, барлық жапырағына тұзды жететіндей етіп жағып шығасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, менің пекинский капустам өте үлкен, бірақ бұлар тұздалғаннан кейін көлемі 3-4 есеге кішкентай болып азаяды. Осылай тұздалған капусталарыңызды үлкендеу ыдысқа саласыздар. Эмалированный кастрюль, шара да болады. Осылайша барлығына тұз салып орналастырамыз. Арасынан шыққан майда капусталарды да тұз жағып бетіне салып жібересіздер. Ал енді маринатын дайындаймыз. 1 литр суға 1 ас қасық толтырып тұз салып араластырамыз да. Капуста батқанша, қанша литр қажет болса, сонша су құясыздар. Міне менің капусталарым бататындай су құйдым. Маған 3 литр су кетті. Осылай үстіне ауыр зат қойып бастырсаңыздар, капусталарыңыз батып тұрады. Бұл 2 күн бөлме температурасында тұру қажет. Ал енді екінші капустамызды осылай майда түрін жасаймыз. Екеуінің жасалу жолы бірдей. 2 ас қасық тұз саласыздар да араластырасыздар.
2 күн тұрған капустамызды осылай ағын суға шайып аламыз. 1 күнде тұрса болады. Оны байқап, егер жапырақтары иілгіш болып дайын болса, 1 күнде тұрғызуға болады. Капустамыздың екінші түрінде дәл солай суға жуып аламыз. Бізге 2 дана редька қажет болады. Болмаса дайкон деген көкөніс болады. Ащысы кету үшін тұзды суға салып қоямыз. Ал енді арасына жағатын ащымызды дайындаймыз. Оған 500 грамм қайнап тұрған суға 3 ас қасық кәдімгі қызыл бұрышты саламыз да араластырып қоюландырамыз. Одан кейін сарымсағымызды ұнтақтап турап, тұз және жаңа редькамызды салып араластырамыз жақсылап. Бізде салма дайын. Егер сізде банки жабылған аджикаңыз болса, тіптен жақсы. Соған сарымсақ, тұз, редькаңызды салып жасай берсеңіз болады. Қалауыңызбен сәбізді теркадан өткізіп қосуға да болады. Ал енді капустамыздың әр жапырағына осы дайындаған салмамызды жағып шығамыз. Осылай әдемілеп орап қоясыздар да қалған салмамызды екінші капустамыздың майдалап туралған бөлігіне қосамыз. Капусталарды жақсылап араластырып, бетін жауып, бөлме температурасында 1 күн қалдырамыз да ертесіне салқын жерге 2-3 күн қоямыз. 3 күн тұрған капустамыздан осылайша суы шығып, өте дәмді кимчи дайын болады.